Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен макрубе тамағын дайындайтын боламыз. Ең алдымен сәбізіміз бен картошкамызды дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Одан кейін жіңішке кетіп турағанымызды қызып тұрған майға осылай салып қуырып алатын боламыз. Бірінші сәбізімізді қуырып аламыз, одан кейін картошкамызды салып қуыратын боламыз. Алтын түспей енгенше қуырамыз. Менде қуырылып жатыр. Алтын түске енгеннен кейін екі шетінде бірден қуырып аламыз, осылай айналдырып. Содан кейін майын сорғытып бөлек алып аламыз ыдысқа. Сосын етімізді қуыратын боламыз. Қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Мен етіме кішкене соевый соус қостым. Етім жұмсақ болсын деп. Қуырылған еттің үстіне етімізді бір қалыпты тегістеп аламыз да үстіне дөңгелек ішінде туралған пиязымызды салатын боламыз осылай. Пиязымызды толық осылай айналдырып салып шыққаннан кейін үстіне сәбізімізді салатын боламыз. Сәбіздің үстіне картошкамызды саламыз. Картошкамызды толықтай салып болғаннан кейін бетіне жақсылап жуылған күрішімізді саламыз. Күрішті бір келкі тегістеп салғаннан кейін бетіне дәмдеуіштер себуге болады. Және де тұз себуді ұмытпаңыздар. Осылай мен күрішке арналған, палауға арналған приправаны салдым. Енді үстіне суық суымызды құямыз. Суық суды күріштің бетімен сәл кішкене ғана биіктеу қылып суымызды құйып шығамыз. Осылай тегістеп барлығын бір келкі қылып салып шығамыз. Содан кейін бетін жауып 25-30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей дайын болды. Осылай түсіріп алғаннан кейін шетіне өз қалауларыңызға байланысты сәбіз салатын, болмаса огурцы помидордан жасауыңызға болады. Мен ачучук жасадым. Ачучук салып айранымызды шетіне құятын боламыз. Мен Foodmaster'дың айранын алдым. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға дәмді болады бір жасағаннан. Ас болсын.